Балам, ағаш өсіп, үлкен мәуелі бақ болады. Содан кейін алма ағашындағы көптеген тәтті алмаларды жеп, мені еске алатын боласың. Жаңбыр жауғанда астын паналайсың, ал ыстық күнде саясында демаласың. Ата, біз кішкентай ағашты отырғыздық қой. Кейін өсіп, бұлттар мен күнге де жетуі мүмкін ғой. Сол кезде дауылға да қасқайып қарсы тұратын болады. Иә, қане балам, андағы ағашты сала ғой мына жерге. Ағаш тамырланып, үлкен мәуелі ағашқа айналады. Тамырын тереңге жібереді. Әлі атаңды еске аласың. Осы алма ағаштың көріп, алмасын жегенде. Мінеке. Қане, су құя ғой. Су құя. Тамырын тереңге жібереді. Мен де үлкен болып өсемін. Бірақ, менің тамырым жоқ қой. Ал менің тамырым қайда? Сенің де тамырың бар. Бірақ ол сенің бойыңда жасырынған. Ол сенің еңбекке деген сүйіспеншілігің. Анау ата бабамыздан бізге мирас болып қалған мына ана тілің, міне тәрбиең, еңбек сүйгіштік. Бұл да сенің тамырың. Міне екеуміз еңбектен ағаш отырғызып жатырмыз. Бірнеше жылдан кейін осы ағаштың жемісін жейміз. Еңбегіміз ақталады. Ұқтың ба? Суды құя қой. Ата, қарашы, нағаштар неге сонша биік болып өскен? Қарашы, ана бұтақтар аспанға жететін сияқты. Өй, айналайын. Балам, бұл ағаштың биік болып өсетін себебі, анау тамырын тереңге жіберген. Тамыры тереңге барған ағаш қуатты да және берік болады, балам. Бұлай ғой, Рауанжан, сен әлі баласын көп нәрсені түсінбейсің. Адамдар да қуатты мемлекет те осы ағаш сияқты. Тамырын тереңге жіберсе, одан рухани азық алады, балам. Рауан, әне жаңа сені көмелеуің, әне, жүгір, ұста.